99-шы баптың 1-ші бөлігімен қозғалған ол істі мен қасақана деп есептемеймін. Ол Мұхамғалиев Наурыздың өзінің провокациялық әрекетінен мен өз-өзімді қорғану мақсатында абайсызда болған қылмыстық іс деп есептеймін. Яғни 99-шы баптың 1-ші бөлігімен Мұхамғалиев Наурызды қасақана өлтірді. Қасақана емес. Фактілік кіріспейсіз. Себебімен келісемін. Енді 99-шы баптың 1-ші бөлігіне Қасақана емес. яғни 99-шы баптың тек қасақана деген сөзіне келіспеймін басқасына. Бәрі по факту болды адам ойына. Өз-өзімді қорғану мақсатында абайсызда болған. Сонда жауап берейін. Сізде қазір әрбір сізге 13 бап Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 13 бап бойынша айыпталды, соны мен сізден ақтарып. Екінші, сізге 188 баптың 1-ші бөлігімен қылмыстық кодексінің айыпталды, яғни Мұхамғалиевтің қазпочта банкоматтың қаржысының 50 мың теңге болатын Samsung A21 велосипедінің 3 мың теңге ақша қаражатын заңсыз жымқырды, ұрлады деген. Қылмыстық іс-әрекетін жасау үшін мойындаймын. Жасағанымды уақытша қылмыстық жауапкершіліктен жалтару мақсатында уақытша 188-ші күні Мұхамғалиев Наурыздың жеке заттарын оған кеткенін мойындайсыз ба? қылмысты жасыру үшін жасағанымды мойындаймын. Хабарлама жасап, ауылда төрт бас сиыр малы бар екендігін, жалпы құны 1 миллион теңге сататын айтып ұсыныс білдірген. Сәрсемалиевтің алаяқтық, яғни бөтен мүлкін бірнеше рет сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иелену бұл қылмыстық борыштық туралы беймәлім болған Ораз Мұхамғалиевтің ұсынысын қабылдап, бірінші барып сиыр малдардың жағдайларын көретіндігін айтқан. 10 желтоқсан 2025 жылы сағат 19:00 шамасында Ораз Қызылбау ауданы Жангелдин ауылы Агишев көшесі номер 13/1 мекенжайында орналасқан шаруашылық ғимаратына барып, ондағы караванінде тиесілі 4 бас сиыр малдардың жағдайларын көріп, Мұхамғалиевке жағдайы жасы 2 бас сиыр малын әрқайсысы 250 мың теңгеден, яғни жалпы 500 мың теңгеге алатын айтқан. Мұхамғалиевтің атымен WhatsApp мессенджері арқылы әрекет етуші Сәрсемалиев Ораздың ұсынысын қабылдап, соңғы караванның Каспий Келес қосымшасында есепшотына 500 мың теңге ақша қаражатын аударып, 2 бас сиыр малын алып кеткен. Осылайша Сәрсемалиев алаяқтық, яғни бөтен мүлкін бірнеше рет сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иелену қылмыстық борыштық пен нәтижелі түрде орындалуынан караванның Каспий Келес қосымшасына есепшотына түскен 500 мың теңге ақша қаражатын заңсыз иемденіп, өз қажеттілігіне жұмсаған. Қасақана бірнеше жазаға ұшырауы болып табылатын қылмыстық құқық бұзушылық нәтижелі түрде орындалғанынан көзі жеткен Сәрсемалиев